Сонымен мен үйде біраз уақытқа дейін ойланып отырдым. Және қазір ғана орын алған жағдайды ойша талқылап, әлгі қызға енді не болады деп қатты алаңдадым. Бір жағынан батыл ер азамат ретінде емес, нағыз қорқақ секілді әрекет еткенімді түсіндім. 5 жасар бала секілді қорқып кетіп қалдым. Өзім үшін осы уақытқа дейін мұншалықты қатты ұялмаған шығармын. Жарайды енді, болған іс болды, бояуы сіңді. Енді маған ертесі күні тергеушілерге қазір ғана орын алған инцидентті айтып беруім қажет. Мүмкін Қаншер сол жерлерге айғақтар тастап кеткен болар. Бұл тергеушілерге өте үлкен пайдасын тигізеді. Және ішімнен қатты тіледім, қыздың айқайы жай ғана тұзақ болса екен деп. Себебі Қаншердің бұл құйтырқы әрекеті емес, шынымен жас қызға шабуыл жасаса, мен өзімді ешқашан кешірмеймін.